Сәлем достар, қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге кабачкиден блины жасайтын боламыз. Ол үшін 3 жұмыртқамыздың үстіне тұз салып, сүт құйып араластырып шығамыз. Кейіннен бір кабачкиімізді сыртымен үккіштен өткіземіз. Кабачкиімізді майда үккіштен өткізіп болған соң, бір картобымызды үккіштен өткізуді бастаймыз. Үккіштен өткізіліп болған кабачкиіміз бен картобымызды ыдысымызға саламыз. Үстіне майымызды құйып, ұнымызды салып, бір келкі қоймалжың жасап шығарамыз. Міне осындай болып қоймалжың болып шығады және осыны қызып тұрған табамызға дөңгелек пішінде құйып шығамыз. Құйып болған соң табамыздың бетін жауып 3-4 минутқа пісуге қоямыз. Осылай асты қызарып бір беті піскен соң екінші бетіне аудара отырып пісіріп аламыз. Екі беті де піскен блинныларымызды осылай ыдысымызға түсіріп аламыз. Және де қайта дөңгелек пішінде блинныларымызды құйып, осы әдіспен пісіріп аламыз. Кабачкиден дайындалатын блинныларымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап отырыңыздар.